Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бүгін осындай керемет панкейк дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін толық қараңыз. Ең алдымен жұмыртқаға шекеріміз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Панкейктің бір ерекшелігі, сіз сүт немесе айран қолдансаңыз да болады. Өз қалауыңыз бойынша. Екеуінен де дәмі өте керемет, әдемі, жұмсақ болып шығады. Толықтай араласқан массамызға сүтімізді құйып араластырамыз. Ұнды салып, қою етіп араластыратын боламыз. Комочкасы болып қалмауы керек. Келесі 3 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып алатын боламыз. Толықтай араласып болған соң, 1 шай қасық ас содасын салып, толықтай араластыруымыз керек. Бұл жерде ең бастысы тестамыз қою болуы керек. Және де оны бетін жауып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Ас содасы толықтай араласып болған соң, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Жарты сағаттан соң осылай көбіктеніп шығуы керек. Сонда біздің панкейкіміз әдемі болып шығады. Келесі кезекте табамызды ең жай отта қойып, табамыз қызып кетпеуі керек. Бұл жерде ең бастысы кішкене жылығаннан бастап, осылай ас қасықпен немесе шөмішпен салып отырамыз. Міне, кішкене осылай жайып жіберсеңіз де болады. Міне, біздің панкейктеріміз көпіршіктеніп бастады. Осылай панкейктеріміз толықтай көпіршіктенгеннен кейін келесі бетіне аударып, тағы біраз күтетін боламыз. Панкейктеріміз дайын. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.